Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен қыстың күні бала шағаңызбен рахаттанып жейтін лечо салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Салат бір жапқаннан дұрыс шығады және атылмайды. Ол үшін алдымен банкаларымызды жуып тазалап аламыз. Онан соң бізге қажетті ингредиенттерді, яғни сәбізді ашып, тазалап, осылай теркадан өткізетін боламыз. Біздің сарымсағымызды, яғни чеснокты осылай видеодағыдай етіп, дөңгелектеп турап аламыз. Пиязымызды да осылай сопақша етіп, жұқалап турап шығамыз. Болгар бұрышын, яғни тәтті бұрышты жуып, тазалап, осылай видеодағыдай етіп, үлкендеу етіп тураймыз. Помидорымызды да жуып, тазалап, онан соң видеодағыдай етіп, яғни мясорубкаға өткізуге ыңғайлы етіп, осылай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Онан соң барлығын мясорубкадан, яғни ет тартқыштан өткіземіз. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын осылай турап, ет тартқыштан өткізіп алдым. Онан соң қызып тұрған қазанымызға майды құйып, алдымен пиязды салып, аздап қызартып, қуырып аламыз. Онан соң тәтті бұрышымызды салып, тағы да шамамен 10-15 минуттай қуырып аламыз. Қуыру барысында осылай үздіксіз араластыра отырып қуырамыз. Себебі араластырмай қойсақ асты жабысып күйіп қалуы мүмкін. Онан соң сәбізімізді салып, тағы да шамамен 10 минуттай қозғай отыра қуырып аламыз. Ащы бұрышты осылай дөңгелектеп отыра турап, қосып араластырамыз. Егер де сіздерге ащы бұрыш ұнамаса, қоспай қойсаңыздар болады. Онан соң банкаларымызды осылай видеодағыдай етіп жақсылап булап аламыз. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан осындай үлкен кастрюляға ауыстырып, онан соң ет тартқыштан өткізіп алған помидорымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз қайнап шыққаннан кейін осылай 3 ас қасық қант, 3 ас қасық тұз қосамыз. Егер де тұзын көп болған қаласаңыздар, тағы аздап қоссаңыздар болады. Онан кейін лавр жапырағы және де осындай дөңгелек бұрышымызды қосып, соңынан уксусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Онан соң шамамен жарты сағат 40 минуттай біздің салатымызды баяу отта қайнатамыз. Менде салат шамамен 30 минуттай қайнады. Енді турап алған чеснок, укроп, петрушкамызды қосамыз. Егер де сіздерге укроп, петрушка ұнамаса, қоспай қойсаңыздар болады. Онан соң салаттың дәмін міндетті түрде көріңіздер. Егер де тұзы аз деп ойласаңыздар, аздап қана қоссаңыздар болады. Онан соң қайнап тұрған суда осылай крышкаларымызды 2-3 минут ұстаймыз. Біздің булап алған таза банкамызға осылай салатымызды құямыз. Банкамыздың бетін осылай бұрап жауып аламыз. Онан соң банкаларымызды бір айналдырып көріп, барлығы дұрыс болса, банканы төңкеріп қоямыз. Банкаларымыздың бетін осындай жылы одеялмен жауып, бір күнге қалдырамыз. Тура осы рецептпен осы салатты жауып көріңіз, өте дәмді болып шығады. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын.